Екінің бірі оқығанында, оқымағанда, жасы да, кәрісі де қазақты жамандауға көшті. Қазақ сорлы, қазақ бейшара, қазақ жалқау. Абай айтқан қазақтың жауы қазақ деген біз жұрт болмаймыз деп, қазақтың өмір сүруіне мүмкіндік қалдырмайтын оңбаған сөздерді айтып жүр. Жалпы дәрігерлерден естігенім бар еді. Адамды, бір адам, сап-сау адамды. Сен жындысың, сен жындысың десе әр жерде. Мысалы, үшеуге барса, төртіншіге барғанда ана өзі жынды болып қалатын ғой. Біздің халыққа әлгі сөзді, әлгі жаман сөзді дұрыс біреулер күйініп айтады. Қолдан дәрмені келмейді осыдан дейді, ызаланып айтады. Біреулерге жағыну үшін сүйініп айтады. Қалай болғанда да айтады. Ал шын мәнінде, егер шын халыққа жаным ашсын десең, сенің кешегі адамды таңдырған, қазақтар таңдырған, осы қазақтың неше түрлі сұрапыл сұмдықтарды басынан кешкенде жойылып кетпей аман сақтап қалған халықтың әлгіндей болса өмір сүруі мүмкін бе? Ең соңғысы кешегі біздерді аяқтаған шұбырында ұшырған үлкен мемлекет жоңғар қайда? Ал сондайдан сақтап қалған қандай құдірет? Осы қазақтың құдіреті, қазақтың бірлігі, қазақтың дәстүрі қалыптаған. Сол арқасында қазақ болып қалды. Ал енді сен қазір бүгінгі заманда қазағым оңсын дейін десең, сен сол қазақтың кешегі төле билерді шығарған, қазыбектерді, әйтекелер шығарған қазақтың бүгінгі ұрпағының неге солар шықпай қалғанын дәлелдеген кезде сен соның себебін тап. Біз салдармен күресеміз. 300 жыл бодан болған ел, 300 жыл не істетті бізге? Барлық игі қасиетіміздің бәрін жойға тырысты. Елімізден де айырды, жерімізден де айыруға тырысты, салт дәстүрімізден де, тілімізден де бәріне соған жетті. Соның салдардың себебін біліп, сол себепті барып енді соны болдырмау үшін күрестік. Қазақ бұрын жақсы болып, енді жаман болса, сол жаман қылған нендей зат біз соны біліп, кез келген ауруды жау үшін детін табады ғой. Диагнозын дәл қояды. Ал ол диагноздың дәл қойғаннан кейін емделу үшін дәрігердің айтқанын, білікті дәрігердің айтқанын тыңдайды. Соның айтқанын анау ауру адам орындайды. Міне біздің де сол біліктіміздің айтқан сөзін тыңдап, соны қолдап, соның сөзін бір жүйе келсек әлде түзеліп кететін. Ең басты бұны нағылатын зат тарих. Тарих дегеннің өзі анау ғылыми атаулары әртүрлі бара береді ғой. Ал менің түсінігімде тарих деген біздің ата-бабаларымыздың өмірбаяны. Солардың істеген іс-әрекеттерінің шежіресі. Бізден бұрынғы замандарда болған ата-бабаларымыздың не істеп не қойғанын білмесек, мысалы, өз әкеміздің кеше қайда барып сүрінгенін білмесек, сол жерге барып біз де сүрінеміз. Ал соны білсек, не айналып кетеміз, не көпір саламыз, бірдемеге өтіп кетеміз. А біздің ондай жоқ, тек анау жығылған факті бар, ол жығылды дейміз. А неге жығылды? Оны жығылтырмау үшін қандай істеу керек деген тірлік жасай алмаймыз. Менің түсінігімде тарих деген адам, тарихқа айналысқан адам, білген адам, ол екі адам. Біреуі өткеннің куәгері, біреуі осы заманның куәгері. Бір адам өзі екі болады. Оның артықшылығы енді жұрт өзгеден екеуін салыстыра алады. Ал қазір ғылымда айтады, тарих спиральді түрде қайталанып отырады дейді. Ал дәстүр деген біздің ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы өзінің өмір сүру тәжірибесінен жинақтап, уақыт сүзгісінен өткізген өмір сүру заңдылығы. Қалай өмір сүру керек саған? Соның бәрі дәстүріңде тұр. Ал сенің міндетің сол ата-бабаңның дәстүрін ары қарай жалғап, мұрагері есебінде әлгі тозығын жаңартуға, өзгертуге міндеттісің. Ал озығын ары қарай дамытып, уақытпен бірге ілесіп, жетілдіруге міндеттісің. Ал енді осы дәстүрді, білім, ғылымды тұғыр етсең, дәстүрді, сенің адам шығады. Ең бірінші кісі, азамат, адамгершілігі мол, елім дейтін ер азаматты дайындайды. Жалпы адам өзі жан мен тәннен құралады. Дәстүр сенің жаныңа қызмет істейді. Ғылым тәніңе қызмет істейді. Сана дегеніміз кез келген адамның өзінің азны көпті ғұмырында
көргенінен, естігенінен, оқығаннан, тоқығаннан, өмір тәжірибесінен жинақтап, қорытып, бір жүйеге келтірген таным түсінігінің жиынтығы атауы. Ол не деген сөз? Ол бүгінгі күнде тіліңнің тарихын, еліңнің тарихын, жеріңнің тарихын біл деген ғана сөз ғой. Қазір бізде сатқын деген сөзді екіні бір айтады. Біреу бір неме айта қалса, елім халқым десе, дуыты қалады. Ол оң сөз жақсы, керемет дейді. Ерте күні әліме жетті. Ол оңбаған, оны ананың адамы сатқын дейді. Осылай қазір. Оның фактісі өтірік тіпті ешкіміз жоқ, бірақ солай дейді. Ойлаймын, қазір құдайдан құдай болып билік мүмкіндік беріп қап, ал президентіңді өзің сайлап алды, өзің сөз барлығын бердік десе, сайлап алды, мынау дейтін адам жоқ. Ол қазақтың ондай адам мыңдап табылуы мүмкін, жүздеп табылуы мүмкін. Бірақ халыққа мойындатқызып, халыққа ісімен де, сөзімен де көрсетіліп, халық мойындаған адам жоқ. Соны мойындататын да біреу лекциялар ол осындай деп шын мәнінде айта бастаса, от сатқын деп шыға келеді. Бір жастар шықты, бүкіл халықтың атынан сөйлейді. Сізде зияны жоқ, ол зияндылар. Зиян емес, зияндылар дейді. Әркімнің істейтін шаруасы болу керек. Әркімнің өзінің саласы. Бұл бір. Екінші, еліңде жүйелі жақсыңды, өзіңнен шыққан жақсыңды, өзіңнен шыққан ақылдыңды, өзіңнен шыққан біліміңді бағалайтын ортақ халықтық таным түсінік жоқ бізде. Сондықтан ең мәселе әуелі сананы түзеу керек. Сана түзелмей, ештеме түзелмейді.